Қайырлы күн достар. Бүгін тауық етінен өте дәмді әрі тез дайындалатын сосиска жасайтын боламыз. Бізге сосиска дайындау үшін тауықтың сүбе еті мен төс еті немесе тауықтың сирақ еті қажет. Тауықтың төс еті мен сирақ етін қоссаңыз, сосискамыз құрғақ болмайды. Әуелі етімізді ет тартқыштан өткізіп аламыз. Содан соң ұсақ массаға айналу үшін блендерден өткіземіз. Етті терең ыдысқа салып, үстінен 2 жұмыртқаны қосамыз. $300 грамдай 20% сливки қоямыз. Сүт қосуға да болады, ол кезде сары майдан 100 грамдай қосқан дұрыс. Содан соң кезекпен тұзды, қара бұрышты, сарымсақ ұнтағын қалауыңызша қажет деп тапсаңыз, кориандр, паприканы қосуға болады. Блендермен жақсылап араластырып аламыз. Жіңішке шекті немесе жасанды қабыршақты алып, суға салып жібітеміз. Сосиска колбасаға арналған шприцті немесе ет тартқыштың құралымен массаны шекке тығамыз. Сосискаларымызды 10-12 сантиметрден бұрап бөліп, арасын жіппен байлап шығамыз. Салқындату үшін тоңазытқышта 10-12 сағаттай қойып қойыңыз. Қолдануға қажетті санын алып, қалғанын мұздатқышқа салып, қажет кезінде пайдалануға да болады. Қазанға су қайнатып, қайнаған суға сосискаларымызды саламыз. Бетіне тарелка тастаңыз, ол сосискалардың суға толық батып тұруына көмектеседі. 10 минуттай қайнатып, астын өшіріп, 15 минуттай сол суда қалдырамыз. Содан соң сүзіп аламыз. Сосискамыз дайын. Қаласаңыз дастарханға майға 2 жағын қызартып қуырып ұсынуға да болады, немесе осы күйі пайдаланып беруге болады. Өте дәмді әрі шырынды болып шығады. Міне достар, тауық етінен ең дәмді әрі тез жасалатын сосискамыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Каналыма жазып лайк қоюды, комментарий жазып ұмытпаңыздар. Келесіде сосисканы сиыр етінен қалай жасауға болатынын айтатын боламын. Кездескенше аман болыңыздар.